Саламатсыздар ма тағы да қыздар? Мынау сабағымыздарға жалғастырайық. Міне бүгін пластмассалар. Ал оқимыз ары қарай. Енді пластмассалар қандай екен біздегі пластмассалар? Сол осының қарқындары қандай пластмассалар қолданатынын бұл жерде қазір нәрсені көп осы жерде қарастырайық. Так, Мақпал, аяулым, дауыстарыңды қосып, қазір мынаны оқыңдар. Ғылыми-техникалық прогресті оның даму қарқыны мен бағытын химия өндірісі анықтайды десе болады. Ал химияландыру негізі бағыты пластикалық масса мен басқа синтездік полимерлерді қолдану екенін өмірдің өзі көрсетіп келе жатыр. Өздерің білесіңдер қазір пластмассалар барлық жерде. Пластикалық үйде пакеттер де бар, пластмасса посудалар бар, ыдыстар да бар, басқа нәрселер одан көп екен. Енді пластмассалар болашақ материал дейтін еді, бірақ қазір пластмассаны қазіргі күнгі материал деп айтуға болады. Бірақ сенен бойын тағы да оның зияндары көп екен, онда да есте шығармауымыз керек өйерде оны. Түсінікті ма? Ал оқимыз енді. Пластмасса негізгі қолдану саласына қарай бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады. Түсінікті ма? Енді осыны да қазір қарастыра берейік. Пластмассаны өстіп конструкциялық, электр және радиотехникалық, антикоррозиялық, бүлдіргіш орталарға тұрақтылық, дыбыс және жылу оқшаулағыштар. Олардың бәрі осы жерде осы қолданатын аясы өте көп. Енді мынау қазіргі пластмасса өндірісінің 70% негізгі 5 термопласттың үлесіне тиеді. Бесеуіне. Олар тығыздығы төмен полиэтилен, тығыздығы жоғары полиэтилен, полипропилен, полистирол және поливинил хлорид түрлену арқылы, соларды толықтыру арқылы, классификациялау арқылы, басқа полимер қосу арқылы, олардың әртүрлі қасиеттері бар, алуан түрлі пластмассалар қазіргі уақытта дайындайды. Өте көп қазір. Түсінікті ма? Енді арғай келе беретін болсақ тағы бұл жерде міне пластмассалар. Так, енді мынаны тағы да оқимыз, енді ары қарай жалғастырып оқып. Так, Құмарай, сен оқисың ба? Жоқ, мен оқисыңдар ма? Көп тоннажды пластмассалар техникалық барлық саласында дерлік бағдарланады. Оны өздерің білесіңдер. Барлық жерде қазір сантехника жұмысында да пластмассалар бар, скважина дейміз, құбырлар, ол жерде де пластмассалар бар. Мына жерде 2015 жылы мысалы дейді. Құбырлар мен құбыр бөлшектеріне 422 полимерлік қабыршықтарға 56.013 термопласт табақтарына 106 пластмасс бұйымдар. Оның барлығы миллиондаған тонна осы жерде қолданған. Осы жерде қолданған. Түсінікті ма? Оқимын, апай. Оқы. Иә. Оқи берем, апай? Оқи бер. Конструкциялық пластмассалар электроника мен электротехникада, космонавтикада және электронды есептеу машиналарында, автомобиль құрылысында, тағы басқа салаларда қолданылады. Пластикалық массаны өңдеу арқылы алынатын өнімді пайдалану зор экономикалық тиімділігі бар. Металды пластмассамен алмастыру оны үнемдеп қана қоймайды, сонымен қатар әртүрлі бөлшектер мен бұйымдардың қызмет ету уақытын біршама ұзартады. Қазір мынау көп машина шетелдіктер қалың пластикпен жасалғандар бар, көбісі. Олар жеңіл. Бұрынғы анау Совет үкіметі кезіндегі мынау Россиядан шығатын машиналар, олар бұрынғы Волгалар білесіңдер ме, металдан құрастырылған. Қазір мына шетелден келіп жатқандардың көбісінде қалың пластик, қалың полимерден жасалған олар. Оқи береміз ары қарай. Мысалы, тыңайтқыштың, шаң зорғыштың, кір жуатын машинаның, әртүрлі автоматтардың басқару пульттерінің корпусын пластмассамен айырбастағанның өзінде 170.000 тонна конструкциялық болат табақтары үнемделеді.
лак, сыр материалдары мен әртүрлі химиялық өнімдер сақталатын кеспектер, бидондар және басқа ыдыстар жасауға кететін қара қаңылтыр пластмасса бұйымдарымен алмастыру аса тиімді. Бөлшектерді пластмассадан жасау металл мен ағаштан жасалғаннан оңайға әрі арзанға түседі. Бәрі көріп тұрсыңдар, көп жерде ол қолданыс табады. Солай ма? Көп жерде табады. Так? Пластмасса металды алмастырып қана қоймайды, оған жақсы қасиет те береді. Арғай оқимыз. Оқимыз. Пластмасс алмастырып қана қоймайды. Пластмасса бөлшектері приборлардың шуын 50-75%-ке дейін азайтады. Химия өнеркәсібінде қолданылатын пенопласт құбырларының бағасы пайдалану мерзімінің ұзаруы нәтижесінде болат құбырынан 10 есе қорғасын, құбырынан 30 еседей арзанға түседі. Мен көріп тұрсыңдар, бұл жерде көп жерде оның пайдасы келетін. Так, енді мыналарды көрдік жаңа. Енді пластмасса ыдыстар неден жасалады? Полистирол, полипропилен, поливинилхлорид сияқты улы химиялық заттар бар құрамында. Полипропилен, мына полипропилен, мына жерде содан жаңа ыдыстар жасалынады. Мына әртүрлі, мына полипропилен бар әртүрлі. Мына жерде сендерге осылардың бәрін көрсетіп отырмын. Қандай мына несі бар, гранулдар дейді. Мына гранулдардан солардан жасалып отқан мына біздің ыдыстар. Поливинилхлорид. Өзі айтып тұр, поливинилхлорид. Хлор бар құрамында, винил қос байланысы бар құрамында. Мынандай ыдыстар жасалады. Түсінікті ме? Міне, оның несі, бұршақтары, мына жердегі шелектер сияқты ыдыстар, мынау нелер ыдыстардың бәрі осы поливинилхлоридтен жасалынады. Меламин, формальдегид қосылған пластмассалар. Міне, мыналар қосылған, соның барлығы бізде меламин қосылған пластмассалар. Бәрінде мынау түс беретін осындай нәрселер қосылады. Түсінікті ме? Енді осыдан кейін адамнан қолданғысы келмейді ғой осындай нені. Түсінікті ме? Заттарды қолданғысы келмейді адамның. Полипропилен, поливинилхлорид, полистирол ыдыстар айыру белгілері. Астында олардың жазылуы болады. Құйғанда ыдыс үстінде бірден іздер пайда болады осылардың. Басқа ыдыстарда із қалмайды. Полистирол ыдыс деформация кезінде қатты дыбыс шығарып, сынып кетеді. Полипропилен ыдыс деформациядан майысып қайта орнына келеді өздерін. Әлдердайсын өздерін. Так, енді оқыңдаршы мынаны. Бір жолғы ыдыстарды пайдалану ережелері. Так, атайтып тұрғандай оқимыз. Осы ыдыстарды тек бір рет пайдалану керек. Бірнеше рет қайтара жуғанмен ол түбегейлі тазармайды. Ал оқимыздар қарайды. Есесіне бір жолғы ыдыстарды пайдалану ережелері. Аты айтып тұрғандай бұл тек бір рет қана пайдалану керек. Бірнеше қайта жуғанмен де ол түбегейлі тазармайды. Есесіне құрамынан улы заттарды бөліп шығарады. Пластикалық ыдыстардың ақты белгілеріне сүйеніп пайдаланса, зияны азая түспек. Енді оны оқымай-ақ қояйық. Мынау, енді оқыңдар мынаны. Өздеріңе керек нәрсе. Қазір қағаз ыдыстарда бар. Дұрыс таңдау қағаз. Қағаз ыдыстар табиғи заттардан жасалады. Пайдаланып болғаннан кейін оңай көзін жоюға болады. Қағаз ыдыс сондай-ақ аз температурасынан ұзақ уақыт сақтап тұрады. Қызу өткізгіштік қабілеті де баяу жүреді. Сондықтан ыдысты ұстағанда қол күймейді.
Мыкта микротолкунду печте кыздырылганда да уулуу заттарды чыгармайды. Мыналар улуу зат Кыргызстанда жана чыгарады. кагаз ыдыс. Мыналар улуу зат чыгарады. Кагаздык неме, ол бизде улуу зат чыгармайды. Түшүндүкпү? Эми белгилерин окуңдарчы. Бир жолку колдонатын ыдыстардын маркировкасы. Мына жерде бар, окуу көрүнбөйт, бирок onu билүү керек. Кагаз стакандар Өткөйлөрдө өтө зыяндуу жука, заттар болушу татырма. мүмкүн. Көрүңдүрчү, мына окуңдар. Сабийдин сүт бөтөлкөлөрүндө де зыяндуу заттар болушу мүмкүн. Сүт бөтөлкөлөрүндө де зыяндуу заттар болуу мүмкүн. Бул зыяндуу заттар баланын бүкүл генетикалык курулумун өзгөртүү мүмкүн. Ошол себепти пластикалык ыдыстарды өмүр салтыбызда мүмкүндүгүнчө узак устаган жөн. Булардын ордуна шыны, болат секилди ыдыстарды тутунуу керек. Пластикалык ыдыстардын ичинде эч нерсени муздатпоо жана ысытпоо керек. Сондай эле кышкылдуу жана туздуу тагамдар пластикалык ыдыстын курамын бузуп, бисфенолдун азыкка аралашууна себеп болууда. Кыска сактоо үчүн азык дайындауда да пластикалык ыдыстарды мүлдем жолотпоо керек. Көрдүңөрмү? Көбүсү азыр мына жактан алып келип пластикалык ыдыстарда буларда дүкендерден сатып алат, сөйтүп о жерде тамакты алып келип ысытады. Көрдүңөрмү эмне болатынын? Onu даже мына муздаткычка да, холодильникке де коюуга болмайды. Ишинин ичине де ысытууга да болмойт. Тек гана алып келип, алып кетүүгө бир транспортировка жасоого болот. Бирок ичинде онун микротолкундук печке салса, о жерде жанагы эмне дегени бисфенол деген ол үзүлүп ошол жерде тамакка өтөдү. Сонун ичиндеги азыкка өтөдү. Эми мына окуңдарчы энди. Пластик өндүрүш әлемдеги мухиттарда шамамен 165 миллион тонна пластик калдыктары бар деп эсептелген. 2014-жылга багалоо боюнча мухит бетинде 2.680.940 тонна пластик бар. Ал пластикалык калдыктардын бөлек бөлшектеринин жалпы саны 5,25 триллион тоннаны курайт. Пластикалык ластануу суу коймаларынын ластануу, өзөндөргө, көлдөргө, теңиздерге антропогендик калдыктарды тастоо, бир реттик пластикалык бөлшектер менен пластикалык торлор менен жана дагы башка суудун ластануу, жыл сайын чыгарылган пластмассадан жасалган өнүмдөрдүн көп мөлчөрү бир рет колдонууга арналган. Бир рет колдонууга алынган пластмасса посуда өтө көп чыгарылып атат. Өтө көп. Мына көрүңдөрчү, мына эмне істеп атканын. Бангладеште, Дака каласында Буриганга деген өзені бар мына жерде. Сол жерден чыккан пластиктер. Көрдүңөрмү? Канча сол өзенге тасталып атат. Башка жерге тасталып атат. Вообще адам барбы өзүнө кыянат жасап атат, барбы өздөрү. Сол жака эмнеге тастайды? Мыналар жыйнап сону, жыйнап тернеп, сону тапсырады. Ошол жерде. Түшүндүңүзбү? Мынанын баарын канча, баласы экөө мынаны жыйнап атат. Окуймуз ары карай. Әлемдеги бейберекет шашылган пластик калдыктын жартысы Азиянын 5 элинде өндүрүлөт. Кытай, Индонезия, Филиппин, Вьетнам жана Шри-Ланка. Айтайлык, Солтүстүк Америка менен Европада барлык пластик калдык өңдөөдөн өтөдү, дейди Мичиган университетинин химиялык технология профессору Рамани Нараян. Солай болсо да, мухиттарга тасталатын пластик калдыктарын тоскоол боло алмайсыз. Эгер бул жөнүнөн үлөс коскуңуз келсе, сол элдерге барып кароосуз калган калдыкпен айналышууңуз кажет. Мен сүйтүп айтадым эмнесин. Эndi окуймуз ары карай. Өткен гасырда жагар жайды тазалоодон галым Ричард Томпсон
Джексон пластик проблемасына назар аударды. Бирок азыр онун оюнча алдымен пластиктин мухитка агууна жол бермөө, артынша осы гажайып затка деген жалпы оюмузду кайта электен өткүзүүбүз керектиги. Биз пластикти пайдага асыруу үчүн көп маңдай тер төктүк, бирок онун колдонулуу мерзими биткенде не болатынына аса бас катырган да жокпуз дейди. Мен пластик биздин жауымыз демеймин, бирок маселени шешүүгө көмөктөшүү үчүн өндүрүштүн аткара алатын нерсеси жетерлик. Көрдүңөрмү, биз пластикти пайдалууга асыруу үчүн көп маңдай тер төктүк дейди. Бирок сону алган убакта кийин не болатын, канча убакта ол осы бузулатын ойламаган. Жакшы табылды, металлды үнөмдедик, басканы үнөмдедик, агачты үнөмдедик, баарын үнөмдедик, а бирок мына жаңа көрдүңөр. Мына не болуп атыр эми? Не болуп атыр мына? Енді адам коркунучтуу нерсе bunun баары. Аргай тағы да көрсөтөм сендерге. Міне, мына ар түрлүсүн жыйнап койгон мына жерде. Көрбөсүңөрмү? Міне жага жайдан жыйнап атыр, кептирип атыр оларды. Кептирип мына капка салып атыр. Капка салып сону тапшырады сенин бойуна. Аргай тағы да көрсөтөм. Міне. Көрдүңөрмү? Осунун баары пластик, мына пластикалык бутылкалар. Көрдүңөрмү? Не болуп атыр? Тастайды. Вообще негизинде оны өздөрү бөлөк жыйнайтын. Барлык жерде сондай дамыган. Бөлөк жыйнайтын. Бизде бөлөк жыйнамайт. Баарын бирге лактыра берет мусорго. Ар жагында эртеңине мисалдары немерелерибиз кандай өмүр сүрөтүн мен мына осы түрүмен кандай болатынын ойласаң коркасың. Міне пластик 200 жылга жук убакытта дарамайтыны белгилүү. Түшүнүктүмү? Пластмассалар жерге түшкөндө усак бөлшектер ажырайды да өзүнүн коршогон ортадагы химиялык заттар бөлө баштайт. Сонда мына пластик пакеттерди мисалы тастап кеттиңдер, пакет тастап кеттиңдер. Пакетке сөйөргө кетип барган сыйыр жеуи мүмкүн. Түшүнүктүмү? Оны талай рет ол сыйырларда сол пластик туруп калып ичинде аргай кетпестен өлгөн сыйырлар канча бар. Сонун баарын адам өзүнүн колу менен истейт. Өзү тастайт сонун баарын. Жер асты суулары аркылуу пластик усак бөлшекти және оның химиялык заттар эң жакын суу көздөрүнө түсөдү. Түшүндүңөрмү? Мына өзүңүз тастасаң сол жерге барып, осы кийин ичип аткан суунун ичинде де сонун химиялык заттар болуу мүмкүн. Пластикалык ластануу әсеринен жануарлардын да улануу каупи бар. Бул өз кезегинде адамга азык-түлүк өнүмдөрүн жеткизүү барысында кедерги келтирүү мүмкүн. Түшүнүктүмү? Мына караңдар. Кытайдан келетін пластик буюмдар. Олар ең ірі өндіруші. Жаһандық пластик нарығының 1/4-іне ие. Олардың барлығының көбі осы Қытайда шығады. Қандай мына, бұлай қарап тұрсаң әдемі, бірақ қазір санэпидем станцияларды қарастырып жатқан уақытта ішінде көп улы заттар бар екенін белгілі болып жатыр. Міне мынаны қараңдар. Өздерің көресіңдер осының барлығын, көріп жатсыңдар ба? Сатып аласыңдар. Баларға ойыншық деп, әдемі ойыншық деп ойлап не қыламыз. Шын мәнінде оның ішінде қандай не бар екен, оны ойламаймыз. Енді міне пластик бөтелке өндіруші бойынша әлемдегі ең ірі компания Coca-Cola алғаш рет қанша бөтелке шығаратын мойындады? Жылына 128 миллиард. Ойлай беріңдер. 128 миллиард. Біреу далада жатады, екіншіні қолдануға болмайды оларды. Өздерің білесіңдер, оттегі аланың оттегімен олар тотығу процесіне жүріп болу немесіне. Соның бәрін ойлай беріңдер. 128 миллиард. Қанша жылдан бері ол шығарып келе жатыр. Бір топ қалың қалдықтарды лақтыру салу жөнінде зерттеу мақаласын жариялады. Олар Nature журналында бір реттік пластиктердің шаруашылығында әйелдің досы емес, қайта зиянды материал ретінде қарастыру керек екенін мәлімдеді уже. Кухняда жаңа өздерінің ас үйде болмау керек деген сөз да осы. Түсінікті ме? 2017 жылы желтоқсан айында өткен Найроби жиынында ақш-та қосқанда 193 мемлекет дүние жүзі бойынша өндірілетін пластик резинкенің әр килограмм үшін 2 ақш цент мөлшерінде салық енгізу бойынша келісімшартқа жол қойды.
мына егерде сондай тастайтын болса, сонда 2 цент салық төлеу керек. Біріккен ұлттар ұйымының таза теңіздер келісім пластикке салуды қарастырмайды. Тараптар қандай да бір мәселеге қатысты міндеттеме де алмайды. Бұл жай ғана нақты ниеттен бастамасы болса керек. Енді оған адамдардың өзі білу керек, өзі тоқтау керек, адамдардың өзіне сана сезіміне де пайда болмаса, ол мынау дұрыс емес, ау ертеңгі күн ойлайтын болса, онда басқаша болады. Енді оқимыз. Бұл ниет мұхиттардың ластануын тоқтату және Рио-де-Жанейро келісім шарты бойынша 1992 жылы қауіпті климат өзгерісімен күресу туралы өзара уәделескен тұғым. Норвегияның қоршаған ортаны қорғау министрі Видар Хелгесен осы жаңа келісімді осы кезеңге лайықталған алғашқы қадам деп бағалады. Мұны міне қауіпсіздік жер бойында Рио-де-Жанейрода 92 жылы үлкен конференция өткен. Сол экологияға байланысты. Сол жерде көп мәліметтер қабылданды. Бұл жерде сендер экология оқығанда өздерің оқыдыңдар ғой. Бізде көп жерде осындай конференциялар өтіп, көп жерде осындай қаулылар қабылданып жатыр. Енді мына 19 жылдан бастап біздің Қазақстан Республикасында не болып отырған? Оқыңдаршы өздерің енді. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 301 бабына сәйкес полигондарды пластмасса және пластика, полиэтилен қалдықтарды және полиэтилен терефталат орамасы, макулатура, картон және қағаз қалдықтарынан және тағы басқа қалдықтарды көмуге тыйым салу енгізді. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап тамақ қалдықтарын және құрылыс материалдарының қалдықтарын полигондардан көмуге тыйым салынды. Ал оқимыз ары қарай. Қоршаған ортаны қауіпсіз және таза ету біздің қолымызда. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, оны сақтау өз қолдарыңда. Денсаулық тыңдағандарыңызға рахмет. Осында мен үлкен мынау 50 беттік немене жасағам. Пластиктар туралы осы ашық тәрбие сағатына жасаған едім. Пластмасса өнімдердің пайдасы мен зияны. Енді бүгін енді осы сабақтан өздеріңе қандай мәлімет жинадыңдар? Не ойладыңдар? Бүгінгі сабақтан кейін. Бүгінгі сабақ негізінде осы. Мен өзім осы пластмассаның зиянды екенін осы сабақтан білдім, апай. Осы кезге дейін ондай зиян деп ойламаған едім негізінен. Көптеген барлық мәліметтерді алдық, пластмассалардың қандай зиянды екен жақтарын, қай елдер ең алдында екенін пластмасса шығару бойынша. Енді әр нәрсе өз қолымызда деді ғой, өз қолында, адамның өз қолында. Болашағын ойлайтын болса, көп нәрсе көшені ластамайды, бөлектеп жинайды, қоқыстарды бөлектеп жинайды. Оны тапсыратын жері болу керек. Осы қайтадан өндіретін, солар бізде заводтар болу керек. Тауып жатырмыз деп жатыр ғой, заводтар, өндіретін заводтар. Сондай нәрселерге қарастыру керек енді. Мәселеге қарастыру керек. Сендер осы пластмасса туралы өткендердің практикалық сабақтарын, тақырыптарын ойлаған уақытта осыны сендерге қойған едім.